Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бірінші сынып қазақ тілі пәні. 7 бөлім тағам және сусын. Бірінші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сен не аласың? Что ты возьмешь? Оқу мақсаттары: берілген суреттер бойынша сұрақтарға дұрыс жауап беру. Аудио бейнематериалдың мазмұны бойынша сөйлесім үлгісін қолдану. Етістіктерді болымды және болымсыз мағынада айта алу. Сабақтың мақсаты берілген суреттер бойынша сұрақтарға дұрыс жауап береді. Оқыған аудио бейнематериалдың мазмұны бойынша сөйлесім үлгілерін қолданады. Етістіктерді болымды және болымсыз мағынада айта алады. Сөздік жұмысы: айран, кефир, сүт, молоко, май, масло, қант, сахар, нан, хлеб, кәмпит, конфеты, жұмыртқа, яйцо, аламын, возьму, аласың, возьмешь, балмұздақ, мороженое, шырын, сок. Олай болса, сөздік дәптерімізді алып, жаңа сөздерді көшіріп алайық. Бірінші тапсырма: 110-шы бет. Суретке қара, тыңда, қайтала. Жетінші бөлім тағам және сусын. Бірінші сабақ. Сен не аласың? Бірінші тапсырма: суретке қара, тыңда, қайтала. Айран, сүт, май, қант, нан, кәмпит, жұмыртқа. Сен не аласың? Мен нан аламын. Мен балмұздақ аламын. Бірінші тапсырма бойынша дескриптор. Берілген сөздерді қайталайды, диалогты тыңдайды. Екінші тапсырма: суретке қара, сұраққа жауап бер. Үстелде не бар? Ал балалар, бірінші үстелге назар аударайық. Барлығымыз бірге жауап берейік. Бірінші үстелде нан, айран, қант және балмұздақ бар. Енді екінші үстелге қарайық. Екінші үстелде май, сүт, шырын және кәмпит бар. Немесе кәмпиттер бар. Барлығымыз дұрыс жауап бердік пе? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, дескриптор жаңа сөздерді пайдаланады, үстелдерде не бар екенін айта алады. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйлес. Сонымен қатар есте сақта айдары тұр. Аламын, возьму. Аламын бізде болымды мағынада жұмсалып тұр. Аламын, возьму. Возьму стоит в положительной форме. Алмаймын.
Алмаймын, не возьму. Не возьму стоит в отрицательной форме. Алмаймын бізде болымсыз мағынада тұр. Соны есте сақтайық. Давайте это запомним. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйлес. Сен қайда барасың? Мен дүкенге барамын. Сен не аласың? Мен нан аламын. Үй жұмысы 4-ші тапсырма 111-ші бет. Суретке қарап, нені аламыз, нені алмаймыз болымды және болымсыз мағынада жазамыз. Мысалы, мен сүт аламын, қант алмаймын. Нужно по картинке написать в положительной форме и в отрицательной форме. Например, я возьму молоко, но не буду брать сахар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болды ма? Егер сұрақтарыңыз болмаса, сау болыңыздар.